Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ханым тағамын жасайтын боламын. Өте қарапайым заттардан жасалынады. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Алдымен қамыр илейтін боламын. Ол үшін маған 600 грамм ұн керек болады. Және 350 мл суға 1 шай қасық тұзды ерітіп аламын. Енді ұн әртүрлі болады әр жерде. Өздеріңіз байқап көресіздер, қанша су кететінін. Міне осылай тұзы ерігенше ерітіп алдым. Енді қамырымды илейтін боламын. Маған бір қолмен илеген ыңғайсыз болып тұр. Мына қамырымды илеп алдым. Қатты жұмсақ емес, кішкене сәл қаттылау қамыр илеймін. Жұмыртқа ештеңе қосқан жоқпын. Қаттылау қылып илеңіздер. Осылай жақсылап илеп, сонда қамырларыңыз жұқа қылып жаямыз. Сол кезде қамырларыңыз жабыспайтын болады. Мен үстін осылай бастырып қойдым ыдыспен, немесе салафанға орап қойсаңыздар болады. Енді екінші рет тағы да осылай басып илеймін қамырды. Қамырымыздың июі жақсы қану керек. Сол себептен 2-3 рет осылай илеп қойыңыздар. Мені тағы да үстін ыдыспен жауып қоямын. Енді осы қамырымның июі қанғанша ортасындағы салмасын дайындаймын. Пиязымды осылай турап алдым. Картобымды ұзыншақ қылып осылай турап, жақсылап жуып, суға салып қойдым. Крахмалы кету керек. Енді сковородкаға 100 мл сұйық майды құйып, пиязымды қуырамын. Пиязды жақсылап сарғайғанша қуырамын. Арасында араластырып отырамын, пиязым күйіп кетпес үшін. Пиязым жақсы сарғайып қуырылды. Енді осының үстіне томат пастасын саламын. Мен 4 ас қасық томат пастасын салдым.
Енді жақсылап араластырамын. Осының үстіне 350 мл су құямын. Енді дәміне қарай тұз саламын. Қара бұрыш салып жіберсеңіздер болады. 2 ас қасық толмаған шекер салдым. Енді қамырды жаймас бұрын картобымның суын төгіп, жақсылап сығып алдым. Және үстіне қара бұрыш, сұйық май құйдым. Керегінше өздеріңіздің ұнататын дәмдеуштеріңізді қоссаңыздар болады. Сөйтіп, жақсылап араластырып аламын. Дәміне қарай тұз салдым. Жақсылап араластырып қойып қоямын. Мен енді қамырымды 2 зуалаға бөліп алғанмын. Енді осы қамырды жұқалап жаятын болам. Қамырды жұқа ғып жаю керек. Сонда ханымдарыңыз өте дәмді болып шығады. Міне мен қамырымды жайып алдым. Енді бұны өзімнің қалауымша мантаваркамен лайықты қылып кесемін. Міне осылай кесіп алдым. Сіздер де өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кессеңіздер болады. Керекті заттарымды дайындап алдым. Қамырды міне осындай ғып, жұп-жұқа ғып жайдым. Енді кескен қамырымның үстін сұйық май жағамын үстіне. Енді ортасына картоп салмасын саламын. Картоп салмасын салғаннан кейін қамырды осылай бүктеп бекітемін. Маған бір қолмен жасаған ыңғайсыз болып жатыр. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай бәрін көрсетіп жатырмын. Осылай жан-жағын бекітемін, жапсырамын. Енді осы қамырды мантаваркаге саламын. Осы видеода көріп отырғандарыңыздай салыңыздар. Қамырдың үстін сұйық май мен жағамын. Үстіне сұйық майды жағып отырамын. Келесі қамырды да осылай арасына сұйық май жағамын. Картоп салмасын салып, осылай бүктеп, жан-жағын жапсырып, осылай жасаймын.
Видеода көріп отырғандарыңыздай осылай мантаваркаға салыңыздар. Қамырдың үстін сұйық маймен жағамын. Міне барлық қамырларымды осылай жасап алдым, мантаваркамды толтырып. Қақпағын жауып, 30-35 минут қайнатып пісіріп аламын. Мінеке қамырым пісті. Ханым дайын болды. Шұңғыл ыдыс алып, оған салафан төсеп, қамырды саламын. Үстіне осы пиязды жағып отырамын. Кезекпен кезек осылай жасаймын. Қамырдың үстіне пиязымды жақтым. Келесі қамырды саламын. Тағы да пияз жағамын. Осылай істеп, салафанды орап, бетін жауып қоямын. Міне ханым тағамы дайын болды. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, пікір жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әлі алда тағы жақсы рецептер болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Енді ханымның дәмін көретін боламын. Міне қамырым өте жұқа болып, әдемі болып шықты. Енді мен бұның алдында аджига жасаған болатынмын. Соны бетіне жағып жейтін боламын. Менің осы аджигамды жасап көріңіздер, өте керемет, тәбетіңізді ашатын болады. Қамыр тамақтарына, ет тамақтарына арналған. Мінекей осы ханымның арасына жақсаңыздар, өте керемет тәбеттеріңізді ашады. Өте керемет, дәмді болып шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.